Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Баршаңызға қайырлы кеш. Бүгінгі видео тауықтарымыздан жұмыртқа жинаймыз. Бізде бірақ жұмыртқаны жинап алдық. Содан кейін бар сіздерге видео түсіріп жаттырған жайым бар. Ұмытып кетпін ғой видеоға түсірем деп тұрып. Так, бізде міне порода австралог. Айқайла. Так, порода серебристый адлер. Осылардың жұмыртқасын қазір көрсетемін сіздерге. Бүгін туған. Бүгін австралог 5, адлер 3 туған. Австралогта мына жерде 7 тауық бір қора жүр, ал адлерде тоже солай 7 тауық бір қора жүр. Бірақ енді білмеймін, адлердікі мына жағы қараңғы ма, екі терезе тұр, еле түсінбей жатырмын что-то. Ыссы ма іші, бірақ іші ыссы дейін десем ыссы емес. Тоже мыналарда да бір есік ашық тұрады. Ар жағынан түсінбей жатырмын что-то не болып жатқан. Или адлер демалып жатыр ма қазіргі уақытта. Оның барлығын енді алдағы уақытта көретін боламыз. Сол видеоны до конца қараңыздар, арнаға тіркеліңіздер YouTube каналыма. Так, сосын бізде мында будине, жем суы барлығы тұр. Бізде ана қорада күрке тауықтар жүр. Далаға шығарып жібердім, ар жағына кіріп кеткен. Ар жағында ешкілер жайып, кішкене ар жақтың шөбін опыртып жатыр. Солай ешкілер сатылады. Енді көбі сұрап жатыр, тауық бизнесін қалай бастадыңыз деп. Соны айтып кетейін бүгінгі видеода. Или оған отдельно бір видео түсіретін болайын. Жақсы. Кішкене видео сіздерге видео қалай сүру керек барлығын сұрап отпаймын, қандай видео сүрейін деген сияқты. Әр тақырыпқа әртүрлі видео сүретін боламыз бұйыртса. Так, осы келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.